Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, дәмі өте керемет болып шығатын қыстық салатты көрсететін боламын. Бұл салатты біз қиярдан жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге салатымызға қандай құрам қажет болады, соны көрсетемін. Бізге осындай қызыл, ешқандай да езілмеген, шірімеген, бүлінбеген қызанақтар қажет болады. Және де қиярымыздың екі жағын кесіп, алдын ала жарты сағатқа салқын суға салып қоятын боламыз. Және де сұйық майымызды, қантымызды, тұзымызды, сарымсақ және лава жапырағын, қара бұрышымызды барлығын осылай алдын ала салып дайындап алатын боламыз. Ең алдымен қызанақтарымызды дайындайтын боламыз. Артық жерін осылай пышақпен алып тастаймыз. Егер де сізде массировка болатын болса, массировкаға өтетіндей қылып кессеңіздер болады. Менде массировка болмағандықтан мен қазір блендермен езетін боламын. Барлығын осылай алдын ала турап дайындап алатын боламыз. Помидорымызды турап болғаннан кейін банкілерімізді осылай су моншасына қойып аламыз. Егер де сізде бұндай арнайы темір болмаса, мантаваркаге барлық банкілеріңізді су моншасына қойып алсаңыздар да болады. Мен барлық помидорларды турап алдым. Осылай екі бөлікке бөлген маған жеткілікті. Себебі менің блендерім, яғни үлкен болғандықтан екі бөлікке бөлдім. Егер де сізде массировка болатын болса, төртке бөлуіңіз қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте аз уақыттың ішінде помидорларымызды үшке немесе төртке бөліп езіп алатын боламын. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта неше түрлі оңай әрі тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Дәл осы видеоның астында описание бөлімінде барлық рецепті толықтай грамммен қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Барлық помидорларымызды блендерден өткізіп болғаннан кейін газдың астына өте жай қойып помидорларымызды қайнататын боламыз. Және де араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте сарымсақпен осы ащы бұрышымызды блендерден өткізіп алатын боламыз. Негізі блендерден өткізуде бұл маңызды емес. Қолыңызбен майдалап, өте ұсақ қылып турасаңыздар да болады. Шамамен 10 минут өткеннен кейін біздің помидорларымыз осылай жайлап қайнай бастайды. Сол кезде біз қиярларымызды турап бастайтын боламыз. Ортасын осылай пышақпен кесіп, әдемі осы ирек пышақпен кессеңіздер өте әдемі болады. Негізі ол міндетті емес, сізде ондай болмаса, кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай помидорларымыз осылай әдемі болып қайнайды, үстіне осылай көбіктері шығады. Ешқандай да көбікті алудың қажеті жоқ. Алдын ала осы блендерден өткізіп алған сарымсақ пен ащы бұрышымызды салып, жақсылап тағы да бір рет араластырып 5 минуттай қайнатамыз. Яғни 5 минутта біздің сарымсақтарымыз пісуі қажет. Осы кезде барлық қиярларымызды толықтай турап алдым. Енді қайнап болғаннан кейін, шамамен 5 минут өткеннен кейін қиярларымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Негізінде, егер де сіз тәтті бұрышты жақсы көрсеңіз, қиярдың қасына қосуыңызға болады. Бірақ та мен олай жасаған жоқпын. Қиярды салғаннан кейін осылай көлемі шамалы үлкейетін болады. Тағы да бір жақсылап қайнатып аламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Және де қантымызды қосатын боламыз. Міндетті түрде өзіңіздің жасап жатқан салатыңызға қарап, дәміне қарап қосыңыздар. Бұл салатқа ешқандай да су қоспайсыздар, өте дәмді болып шығады. Және де қара бұрыштары шамамен 15-20 штугын салсаңыз жеткілікті. Осылай лава жапырағын және де ең соңында осы сұйық майымызды құятын боламыз. Жасап жатырған салатымызды барлығы қолжетімді заттардан жасалады, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең соңында осылай уксусымызды құятын боламыз. Төменде описание бөлімінде айтқанымдай барлығын жазып кеттім. Тағы да бір кішкене қайнатып аламыз да үстіне зеленді салатын боламыз. Өзіңіз қалаған кинза, укроп, базилик салсаңыздар да болады. Укропымды салып, жақсылап араластырып 10 минуттай қайнатамыз. 10 минуттан кейін біздің қиярымыздың осындай әдемі түске енетін болады. Салатымыз осымен дайын. Міндетті түрде газдың астын өшірмей ең жай отқа қойып қоямыз да салатымызды ыстықтай алдын ала су моншасына булап алған осы банкілерімізге құйып алатын боламыз. Қоюынан және сұйығынан бірден ыстықтай бетін жабатын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Менде 3,5 литр және де осындай бір чашка салат шықты. Иісі өте керемет. 2 күнге бетін төңкеріп, жылы көрпеге орап қойыңыздар. Егер де менің видео рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сіздермен болған Гүлсая.